Барша қазақстандықтар көріңіздер, хабардар болыңыздар. Жылдам ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстанда кімдер тегін баспана алады? Қазақстанда белгілі бір әлеуметтік санатқа жататын азаматтар мемлекеттен тегін баспана ала алады. Мұндай көмек Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес көрсетіледі. Осы орайда тегін тұрғын үй кімдерге үміткер бола алатыны жекелештендіру тәртібі, сондай-ақ өтініш беру және оны қарау үдерісі жайлы Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне сауал жіберіп жауап алдық. Елімізде тегін баспананы кімдер алады? Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңның 13-ші бабы 8-ші тармағына сәйкес мемлекет тұрғын үй қорына өздері тұратын тұрғын үйлерді меншігіне тегін алуға Ұлы Отан соғысының ардагерлері, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, Чернобыль атом электр станциясындағы зардаптарды жоюға қатысушылар, Семей ядролық полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендер, Арал маңындағы экологиялық апат салдарынан зардап шеккендер, бұрынғы КСРО-ны қорғау кезінде, оның ішінде Ауғанстанда қызмет өткеру кезінде мүгедек деп танылған адамдар, 20 жыл еңбек сіңірген өтілі бар әскери қызметшілер, арнайы мемлекеттік органдардың қызметшілері, қызмет өткеру кезінде қаза тапқан әскери қызметшінің арнайы мемлекеттік органдардың қызметшілері, саяси қуғын-сүргін құрбандары, ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер өтініш бере алады. Қалған азаматтар мұндай тұрғын үйлерді қалдық құны бойынша, яғни тұрғын үйдің баланстық құнынан тұрғын үйдің физикалық тозуын шегерендігі құны бойынша сатып алады. Баспананың аумағы қандай? Заңның 75-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес ер адамға мемлекеттен кемінде 15 шаршы метрден және одан да көп дегенде 18 шаршы метр тұрғын үй беріледі. Бірақ кемінде бір бөлмелі пәтер немесе жатақхананың бөлмесіне кем емес мөлшерде беріледі. Мемлекеттен баспана алуға қалай өтініш беру керек? Тұрғын үйлер жекешелендіру тәртібімен меншікке сатып алу үшін өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталықтарына немесе ЭГОВ арқылы тұрғын үй комиссиясының қарауында құжаттарды ұсынады. Жалға алушының отбасының барлық комитетке толған мүшелері қол қойған тұрғын үйді жекелештендіруге өтініш. Жалдау шарты: меншікке өтеусіз алуға құқығы бар азаматтар санатына жататын растайтын құжат. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.